сіздің ипіңіз бар, бірақ әлі күнге дейін кассалық аппаратты қолданбайсыз. Өзіңіздің кіріс шығыс сумаңызды жаңағы қабылдаған, қолма-қол ақшаңыз, онлайн түрде қабылдаған кірістеріңіздің барлығын ешқандай кассада көрсетпейсіз. Оның салдары қандай болуы мүмкін, және де әлі күнге дейін қалай қосуды білмей жүрген болсаңыз, бұл сабақ сіз үшін арналады. Сол үшін лайк, комментарий қалдырып, қолдау білдіре отырыңыздар. Жаңа айтқанымдай, егер де сіз өзіңіздің кірістеріңізді ешқандай кассада көрсетпесеңіз, онда 1 қаңтар 2020 жылы шығарылған заңнама бойынша ондай жағдайда жеке кәсіпкерге айыппұл салынуы мүмкін. Сондықтан сіз міндетті түрде барлығын кассалық аппаратта тіркеп отырасыз. Мен бүгін сіздерге өте тиімді касса түрін көрсететін боламын. Бұл касса Каспи Пей ішінде орналасқан. Міне біздің Каспи Пейдің басты беті, астында Каспи касса деп тұр. Осы Каспи кассаны қосу арқылы сіз тегін барлық өзіңіздің төлемдеріңізді осында көрсете аласыздар. Яғни бұл Каспи кассаның тағы қандай артықшылығы бар, қазір ашып көрейік. Мұндағы артықшылықтар жазылған. Фискальды чектер заңнамаға сәйкес, яғни ешқандай заңды бұзбайсыз, барлығын осы Каспи касса арқылы көрсетіп бересіздер. Екіншісі, ОФД-ға автоматты түрде қосылу. Мұнда ОФД түсініксіз болуы мүмкін. Бұл фискальды мәліметтердің операторлары деген сөз. Арнайы операторлар бүкіл фискальды мәліметтеріңізді барлығын бірден өңдеп салықтық органдарға түсіріп отыратын болады. Және де сіздің товарларыңыздың өтімді болуы үшін каталогтарды жасап көрсетуге өте ыңғайлы. Пайдалану шарттары қосылу және де пайдалану тегін болып табылады. Және де жаңа айтқанымдай барлық чектер салық органына автоматты түрде түсіп отыратын болады. Бұл Каспи касса қалай жұмыс істейді? Пост арқылы төлем жасау, қашықтықты удаленный, яғни оплата болып табылады. Және де Каспи KZ магазинінде сіз төлем жасаған кезде клиент товарды қолына алғаннан кейін автоматты түрде чекті алатын болады. Ол чекті сайттан шығарып алса да өзі біледі. Енді астында ең көп кездесетін сұрақтар жаңа айтылғандай, мұнда барлығы тегін деп жазылған. Астындағы қосу дегенді басамыз. Енді өзіңіздің жеке кәсіпкерлік ипіңіздің атауын таңдайсыздар. Таңдадық. Жалғастыру. Населенный пункт дегенге адресті көрсетеміз. Қаланың бастапқы әрпін жазған кезде сіздерге бірден атып шығады. Көшені жазамыз. Үйдің номері толтырылды. Енді жалғастыру. Мұнда чекті қалай шығару керек, сол көрсетілген. НДС пен бірге немесе НДС-сіз. Соны таңдап қоясыздар. НДС пен немесе НДС-сіз дегеніміз біздің сатқан товарымызға білесіздер 3% налог ұсталады. Сол налог суммасы осы товардың суммасына қосылған ба, қосылмаған ба, соны білдіреді. Біздің жағдайда без НДС деп таңдаймыз. Жалғастыру. Енді мына жерде видео проверка өтуіміз қажет. Кассаны тіркеуге өтініш шықты, подписать деп басамыз. Данныйларымыз біздің тексеріліп жатыр қазір. Біздің заявкамыз салық органына өтініш ретінде түсті. Енді тосамыз. Бір күннің ішінде олар бізге одобрение берді ме жоқ па, осында жауабы келетін болады. Енді Каспи кассаға қарай өтейік. Каталог товар, жаңа айтқандай, бүкіл товарларыңыздың каталогы осы жерде шығып тұратын болады. Менің салған 2 товарым. Астында хабарламаны ашып қараймыз. Міне сіздің заявкаңыз кетті деп жазылған. Енді тосамыз. Міне бізде бір күн өтті. Енді Каспи Пейдағы ең астына хабарламалар дегенге өтеміз. Осындай хабарлама келіп тұр. Сіздің Каспи KZ сайтындағы магазин кассасы тіркелді дейді. Енді барлық товарлар қолына тиген клиенттер бірден автоматты түрде чекті де қоса алатын болады. Каспи касса қарай өтейік. Мұнда каталогтар шығып тұр, касса жайында және Каспи Гейт дейді, отчеттар. Каталог товар деп ашып қарайтын болсақ, мұнда менің товарларымды көрсетіп беріп тұрады. Міне достар, оп-оңай Каспи кассаны пайдаланып, ешқандай заңнаманы бұзбай, осылай жұмыс жасай бересіздер.